Skibidi Toilet'in 67. сериясының 2 бөлімі шықты достары. Бұл серияда G-Man оралды, Вантусмен өліп қалды ма? Және Титан камера неге өзін өлтірді? И вообще ол өзін өлтірді ма? Осы сұрақтарға біз осы видеода жауап беруге тырысамыз. Ал сендер видео бастамай тұрып обязательно лайктарын басыңдар, каналға тіркеліңдер, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар достар. Бұл серияны достар мен талқылап өзім көрдім, және басқа обзорларды да көрдім. В общем, неге зұлым ғалымда TV-менің телевизор деген сұраққа жауапты айтатын боламын. Видео бірінші бөлімнің аяғынан басталады. Камера Титан мен спикер Титан зұлым ғалымға қарап тұрады да, ашулы түрмен камера Титан мен басыңды соямын дейді. Бірақ видеоны до конца көрген адамдар біледі, ол видеоның соңында өзінің басын прям дәл өстіп кеседі. Өте қызықты отсылка, автор прям гений ше. В общем, спикер мен Титанымыз бластермен соғысты бастайын дейді да, бірақ біздің зұлым ғалым көзіндегі лазермен атады да, оны құлатып жібереді. Ол сосын спикер Титан, как обычно, из-под тишка артына қарай қашып кетеді. Сосын камерамен өзінің қаруымен зұлым ғалымды кесейін деп жатқан кезінде зұлым ғалым қайтадан лазермен атып жібереді да, колонкасымен лақтырып жібереді, короче. Сосын біздің спикер Титанымыз келеді да, артынан из-под тишка пышағымен лазерін сындырып жібереді. Неге осы жерде лазерін сындырды? Неге ол пышақпен көзіне тықпады? Себебі фейк G-менмен шайқасқан кезінде көзіне тықты ғой. Және неге туалетті ағза салмады деген сұрақтарға екінші сұраққа мен жауабым бар. Он менің ойымша зұлым ғалымда ағзатын мынандай несі смывать ететін кнопка шоқ, короче ше. Сондықтан да оны ағызбады. Сосын біздің зұлым ғалым кислотный пушкасын алады да, спикер Титанның қолына атып жібереді, бластерін сындырып жібереді. Неге бластерін сындырып жібереді? Себебі зұлым ғалым өте ақылды ғой. Ол мафиозимен алдында спикер Титанның мафиозимен соғысқанын көрді ғой. Сондықтан да ол уже дайындалып қойды, сразу бластерін сындырып тастады. Бірақ спикер Титанымыз бластері сынса да, мына жерінен реакторынан бір лазермен атады да, кислотный пушкасын сындырып жібереді. Сосын ол кислота бетін жағып жібереді зұлым ғалымның. Енді спикер Титан ұтты дегеніміз сол еді. Ол сол жағынан, короче, G-меннің лазермен атады да, спикер Титанымызды құлатып жібереді. Құлатқан кезінде біздің камера Титанымыз келеді да, оны кесіп жібереді да, короче, ол лазерді. Бірақ енді лазерді кесті деген кезімізде ол колонкасымен итер жіберді, тағы екінші кислотный пушкасын алады да, камера Титанымызды өлтірейін деп жатады. Осы атайын деп жатқан кезінде бізге көмекке кім келеді деп ойлайсыңдар достар? Көк көмек, флеш сияқты, телепорт жасап, короче, телепорт емес ол негізі. Ол өте қатты жүгіріп жүр ғой. Сондықтан да бұл, короче, біздің Вантусменіміз оралды достар. Вантусменіміз, как обычно, біздің титандарымызға көмектесуге келді да, зұлым ғалым, короче, оны да колонкасының күшін қолданды да, тоқтатып қойып, сол жағындағы лазермен атып құлатты ғой, короче, достар. Неге біздің Вантусменді құлатты дедім? Неге ол өліп қалды деп айтқан жоқпын? Себебі менің ойымша Вантусмен бұдан өлген жоқ, ол жай ғана құлап қалды. Себебі Вантусменіміз өлмейді. Постоянно осы Вантусменді өлтіреді да, осы алдыңғы видеоларында ше. Бірақ Вантусменіміз тірі қалады. Skibidi әлемінде бір заң бар. Егер геройдың өлгенін өз көзіңмен көрмесең, ол қайтадан оралады. Сондықтан да менің ойымша Вантусменіміз 2-3 сериядан кейін қайтадан оралады. Жаңа күшімен, жаңа телепорт күшімен, короче, біз в общем жаңа Вантусменді ендігі серияда көретін боламыз. Вантусмендің өлген біздің камера Титанымыз көреді да, жынданып барып зұлым ғалым бетіне өзінің қаруымен қолдан атып бетін кесіп атқан кезінде ұтты деп ойлаған кезімізде артынан G-мен келеді достары. Ал G-мен туралы кішігірім айтып кетейін. G-менде, короче, 9 жаңа лазер пайда болды. Осы G-менде өлген сайын жаңа лазермен келе береді. Бір айналып келеді, жаңа лазермен келеді. Короче, бұл оралғанда
9 лазер болды. Астында екеу, үстінде екеу, жанында оң жағында біреу, сол жағында біреу, ортасында біреу, және көзінде екеу. В общем, 9 лазер, артында тағы 2 ракетный установкамен ұшып келеді да біздің камерамызды лазерный реакторымен құлатады ғой, короче. Сосын құлатқан кезінде зұлым ғалым жынданып, короче, тілінен не шығарады андай. Вообще зұлым ғалым вообще киборг болып кетіпті ғой ше, одан адам ештеңке. Короче, адамнан тек басы қалды ғой. Тілі уже темір, сол темірмен барады да камераменнің линзасын жұлып алады. Неге линзаны жұлып алды деп сұрақ енді қойған кезінде реакцияда ол колонкасын сындырады да неяқтан TV Титанның, короче, несін басын алады да. Ол TV Титанның басы деп неге ойладым, бірақ менің ойым сразу жойылып кетті менің теориям. Себебі мына телевизордың астында Skibidi деп жазып тұрды, достар. Skibidi деп жазып тұрса, ол значит зұлым ғалымның өзінің істеген технологиясы. Ол TV-меннің басы емес, ол просто TV-меннің көріп алып сондай технологияда басты істеді. Немесе бір жерде бір серияда может TV-мен басын сындырған кезінде соны бөлшегін алып қалды. Оны білмеймін мен. Ол уже мен теориям, короче, достар, уже шайып кеттім ше. Камера Титан сосын басын өзін кесіп атқан кезінде менің ойымша ол анау телевизордың күшін, короче, көтере алмай, өзін қиналмаймын деп, короче, өзін басын кесті. Немесе ол уже контрольға кіріп кетті да ше, и басын кесіп атыр. Бірінші немесе екінші вариант. Оны точно білмедім неге басын кесіп атқанын. Сосын оң жаққа қарай қарасаңдар, оң жақта, короче, TV-мен оралып жатыр деп ойлаймын. Себебі уже TV-меннің оралатын сериясы болды. Немесе оң жақта ол силуэтте біздің спикер Титанымыз қашып бара жатыр. Мен бірақ бірінші теорияға сенемін, себебі TV-менің оралатын уақыты болды. В общем, обзор осындай, достар. Егер сендерге осы обзорым ұнаса, обязательно лайктарын боласыңдар. Келіспейтін жерлерің болса комментарийға жазыңдар, себебі бұл менің ойым ғой, бұл менің теориям. Комментарийда егер сендер келіспейтін болсаңдар жазып кетесіңдер да, сосын саған сендерге аяқтан подписчиктер айтады: я сенікі дұрыс, Асхат дұрыс айтып атқан жоқ дейді. Егер менімен келіспейтін болсаңдар, өз варианттарын жазып кетіңдер. Мен обязательно комментарийларды оқимын да, лайктарды басып кетемін сол комментарий, ұнаған комментарийларға. В общем, осымен обзорым бітті. Келесі кездескенше, келесі видеода обязательно ерекше әлем туралы видео түсіретін боламын, себебі ерекше әлемде 11-ші серия шықты. Skibidi ерекше әлемде. Там дрель боссы, короче, сағат менді құтқару керек еді, кажется. Бірақ мен шатасып атқан шығармын уже реально шайып кеттім, короче. Келесі видеода кездескенше, достар. Давайте.